Ассаламағалейкум YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыпта Каспий туралы болады. Маған көп бізге көбі сұрақ продажаны үлкейтсек болады, қандай товар өтімді. Оны мысалы Каспий магазинге кіресіздер, ішіне автотовар, лампочки или өздеріңіз мысалы игрушкаға кірсеңіздер, игрушкиді басыңыздар или любой затқа бассейн қазір жақсы өтіп отыр ғой. Соған кіресіздер, ең бірінші тұрған 3 звездочкасы көп или бірінші тұрған звездочкасы жоқ, бірақ бірінші тұрса, ол қазір сұраныста, өте сұраныста ие деген. Сол заттарды аласыздар да, копировать етіп просто. Сол затты сізде болса, өзіңізге салып, сіз қалай өзіңізге, мысалы, бірінші тұрған затты өзіңізге қалай саласыз, ол зат 100% кепілдік болады, соны өтеді 1-2 күнде сізге заказ келеді. Солай хит товарларды, солай жақсы өтімді товарларды Каспий магазинде доставканы қандай жағдайда сізге компенсация ақша береді. Ол егер 10 000 теңгеге товардың ақшасы жетпесе, сізге 1000 теңге компенсация береді доставкаға Алматы қаласы бойынша. Оны мысалы көп адам түспейді дейді, ол түседі келесі айдың 20-сы или 20-сына дейін түседі. Ол қандай жағдайда түседі? Ол ертесі күні түседі или одан кейін түседі. Каспий Pay'да, Google'да Каспий Pay өз номеріңізді және де Каспий Pay'ға кіретін пароліңізді жазсаңыз, сол жақта шығады. Осыған дейін түсіргенбіз, сол жақта өзіңіздің әрбір заттан комиссия алғаны көрінеді, және де доставкаға отдельно 1000 теңге деп түседі. Или ол мынандай жағдайда түседі. Басқа қалаға мысалы зат жіберсеңіз, ол 10 000 теңге емес 3800 теңге тұрса, сізге 4800 теңге қылып береді. Бағана ғана Алматы қаласына болған доставканың ақшасын 1000 теңгесін келесі затта 1000 теңге қосып береді. Осылай Каспий өзіне істеп береді. Көп жағдайда Каспий негізі өзінің тексерген бойынша Каспий бәрін ровно, четко и бір андай честно істейді ғой, негізі Каспий бәрін анық істеп тұр өзінің не бойынша, тәжірибе бойынша. Достар, доставкамен және де жаңадан новый товарларды, хит товарларды қалай табу керегін айттық. Видео ұнаса лайк басыңыз, және де өзіңіздің қандай да бір сұрақтарыңыз, қандай да бір ойларыңыз болса, комментарияға міндетті түрде жаза кетіңіз. Келесі видеоны өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ассаламағалейкум.